Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерменен бір дайындаған қамырдан екі түрлі тәтті нан пісіретін боламын. Мінекей, мынандай кереметтей плюшки және пирог. Дайындалу жолы өте оңай, еш қиындығы жоқ. Сондай тәтті балғын болып шығады. Балалық шағымыздың дәмін еске түсіреді бұл плюшкилар. Және мынандай кереметтей балғын пирог. Қазір мен сіздерге бөліп көрсетейін. Әркім өз қалауынша жасайды ғой енді. Бірақ мына пирог сондай керемет, жұмсақ, балғын болып шықты. Мінекей, шайменен осылай жасап жесеңіздер, сондай керемет. Қараңыздаршы міне. Хош иісті, жұмсақ, керемет пирог болып шықты. Енді қамырына кірісейік. Қалай жасайтынын видеоның соңында жазып кетемін қамырдың құрамын. Алдыменен азғантай сұйықтығымызға 1 шай қасық дрож, 1 шай қасық шекер салып араластырып қойып қоямыз. Кішкене ашуы кіргенше. Бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқа және қантымызды, шетмай құямыз 80 грамм және 1 шымшым тұз салуды ұмытпаңыздар. Менде мына жерде түспей қалыпты тұз салғаным. Тұз салыңыздар міндетті түрде. Және ванилин қосамыз 1 пакет. Менде 3 граммдық пакет. Осылай жақсылап шайқаңыздар. Мінекей, біздің ашытқымызда күшіне еніп, сондай әдемі болып тұр. Бұны енді сүтіміздің үстіне құямыз. Менде бұл жерде 300 грамм сүт пенен су, жартысы сүт, жартысы су. 300 грамм сұйықтық аламыз. Енді 600 граммдай ұнымызға жаңағы жасаған сүтімізді және жұмыртқамызды, шетмай қосылған бәрін құйып, қамыр илейміз. Бірінші 600 грамм ұннан бастаңыздар. Бірден көп салсаңыздар, қатты болып кетуі мүмкін қамырдың. Сосын сұйық болып бара жатса, тағы да қосамыз. Мінекей, біздің қамырымыз сұйықтау. Тағы да ұн қосып илеу керек үстіне. Сонда менде бас аяғы 700 грамм ұн кетті. Жоғарғы сортты ұн. Кішкене ұн қосып, тағы да илеп жіберейік. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көріп, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Мінекей, осылай ұн салып, тағы да илеп, ұнды шетінен қосамыз. Егер қамырымыз жұмсақ болып бара жатса, қамыр жақсы болып тұрса, қоспай-ақ қоямыз. Өте қатты болмау керек қамыр. Мінекей, менде жұмсақ, сондай әдемі қамыр болып шықты. Енді бұны ашытуға қоямыз. 40 минуттай бетін жауып қоя тұрайық. Мінекей, енді қараңыздар, қандай керемет болып ашыды қамырымыз. Мінекей, жұмсақ, сондай әдемі. Енді бұған ұн қоспаймыз. Қолымызды шетмаймен жайлап майлап алып, ары қарай кішкене ең қандырып илейміз. Илейтін себебіміз бұл ашыған қамыр. Осылай кішкене қатты илеп тастамасақ, плюшканы да әлі көтерілуге қоямыз ғой. Сол үшін қамырды да осылай алдын ала басып илеп тастаймыз. Мен қамырды 2-ге бөлдім. Міне осы жартысымен плюшка дайындайын, екінші жартысымен пирог дайындайын. Осылай жақсылап илеп алыңыздар. Өйткені қазір плюшки менен пирогты түйетін кезде кішкене көтерілуге қоямыз. Сонда біздің нандарымыз бабына келіп пісетін болады. Осылай бөліп алсақ ыңғайлы. 3-тен бөлемін қазір. Менде 6 плюшки шықты осы қамырдан. Қамырымызды домалақтап
біркелкі етіп домалақтаймыз. Ана кішкентай қол таразыға салып өлшеп салсаңыздар да болады. Мен былай шамамен домалақтап, кішкене аздау жеріне тағы да қосып, осылай домалақтап тастадым бәрін. Қамырымыз сондай жөп жұмсақ, икемді. Мен домалақтап біткенше де көтеріліп жатыр шетінен томпайып. Басында ашып шыққаннан кейін біз оны қатты елеп тастайтынымыз сондықтан. Жақсылап елеп тастағаннан кейін қамыр шыли бұлжырап жайылып кетпейді. Осылай 6 бөлікке бөліп алып, енді шетінен жайып, плюшка бейнесін келтіретін боламыз. Қамырды ұзыншақ етіп жайған дұрыс. 4 бұрыштылап ұзыншақ етіп жаямыз. Сонда ораған кезде сондай икемді әдемі плюшкалар болып шығады. Міне осылай жұқалап жая беріңіздер. Өте де қатты жұқартып жібермей, қалың да етпей, осылай орташа етіп жайсаңыздар болады. Енді осы жайған қамырымыздың бетіне 20 грамдай сары майымызды ерітіп, жақсылап жағып шығамыз. Майды неғұрлым көбірек жақсаңыздар, плюшканың ортасы жақсылап ашылып, әдемі болып өрнектеліп шығады. Неке осылай майды жақсылап жағып алып, бетіне қантты қалағандарыңызша себіңіздер. Көбірек сепсеңіздер, тәтті болып шығады. Азырақ сепсеңіздер, кішкене онша қатты тәтті болмай қалады. Өз қалауларыңызша ғой. Енді міне ар жағынан бастап, сопақ жағынан бастап, бері қарай домалақтап бүктеп, үшін түйіп қоятын боламыз қазір. Неке осылай түйіп қойыңыздар да, түйген жағын ішіне қаратып, 2 бүктеп, неке 2 бүктеп, ортасынан пышақпен бөлесіздер. Міне, ортасын былай ашып қоямыз. Қараңыздар, қандай әдемі, кереметтей плюшкалар бейнесі шықты. Табамызға салайық шетінен. Тағы біреуін жайып көрсетейін. Оның бәрін жайып сіздердің уақыттарыңызды алмай-ақ қояйын. Осылай бір-екеуін жайып көрсетсем, өзі де түсінікті шығар. Қантымызды себеміз. Үйде кішкене балалары барлар осылай қантты көбірек сеуіп жасаса болады. Өзімізге де шаймен ішкенге сондай керемет. Өйткені ылғи да жасап жемейміз ғой. Бір мезгіл осылай қант көп сеуіп, тәтті қылып жеуге болады. Шыли көпте қантта майда кетпейді бұған. Енді осылай түйіп шығамыз да, 2 бүктеп, ортасынан кесіп, плюшки бейнесін келтіріп, табаларымызға саламыз да, бетіне бір жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүт қосып, жағамыз. Сөйтіп, 180 градус қызып тұрған пешімізде 15-20 минуттай ғана пісіріп аламыз. Мінекей біздің қып-қызыл плюшкаларымыз дайын болды. Сондай керемет. Қараңыздаршы, қандай әдемі өрнектеліп шығады осындай боп. Астына қарасаңыз мінекей, сондай бал боп ағады, қант пенен май қосылып, жегенде ауызда ериді ғой шіркін. Қараңыздаршы, қандай керемет. Енді біз пирогымызға кірсейік. Екінші қалдырған қамырымызды осындай табамызға салып, жайып қоямыз. Осылай бетін жауып, кішкене көтерілуге қояйық. Әдем боп көтеріліп шығады аздан кейін. Мінекей, қараңыздаршы. Осындай көтеріліп шыққаннан кейін қолымызды ұңғасып бір саусағымызды батырамыз да, осындай шұңқыршалар жасап шығамыз. Немесе таяқшамен жасап шығуға болады. Осылай шұңқыршалар жасап аламыз да, бетіне қант пенен май араласқан осындай присыпкамызды сеуіп шығамыз. Шұңқыршаларға салып, осылай. Мінекей,
Содан кейін 180 градус пешімізде пісіріп аламыз. Міне біздің қып-қызыл әдемі пирогымыз дайын болды. Сахарный пирог, қант қосылған пирогымыз дайын болды. Жұмсақ, сондай балғын, керемет. Құрметті көрермендер, менің видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет. Шайларыңыз дәмді болсын, дастархандарыңыз берекелі, үйлеріңіз мерекелі болсын. Менің келесі видеоларымда жолыққанша сау болыңыздар.